Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Виет теоремасы. Келтірілген квадрат теңеуді шешудің әдісі бізде Виет теоремасы. Яғни бұл жерде бізде А бірге тең болған жағдайда. Виет теоремасы бойынша теңдеудің түбірлерінің қосындысы бізде минус P-ні береді. Ал теңдеудің түбірлерінің көбейтіндісі бізде Q-ді береді. Виет теоремасына мысал келтіретін болсақ, x квадрат қосу 9x минус 22 тең 0. Бұл жерде бізде А бірге тең болып тұр, демек бұл келтірілген квадрат теңдеу. x1 қосу x2 бізде минус P-ні береді, x1 көбейту x2 бізде Q-ді береді. Енді 29-ды алатын болсақ, ол бізде P бізде 9-ға тең, Q бізде минус 22-ге тең. Демек, біз енді осыған сандар қою керекпіз. 11 мен 2-ні алатын болсақ, минус 11 мен 2-ні, минус 11 қосылған 2, минус 9, яғни мына минус пен ол плюске айналып кетеді. Минус 11 көбейту 2, минус 22, ол бізде Q-ға тең. Екінші мысалды қарастырайық. X квадрат минус 7x плюс 12 тең 0. Бұл жерде дәл солай. P бізде минус 7-ге тең, Q 12-ге. Бұл жерде 4 пен 3 екені белгілі. Демек, 4-ке қосамыз 3-ті болады 7. Формуладағы минус пен минус болады. Ал 4-ке көбейтеміз 3-ті, ол бізде 12, ол бізде Q.